мейірімді төгейік. Бұл кісіні 1931 жылы қазақтың ең бір мықты зиялысы ретінде атып тастаған, кетінен қамап атып тастап, бірінен кейін бірін Сібірге, Ібірге айдап жатқан кезде түрмеде жатып хат жазып отырған Жүсіпбек мынау. Бұл намысты жігіт, ғұмырын тілемейді, жолын тілейді. Шабдал, шалғымда арайлы, жырларымды. Ал бауырым, құтты болсын. Өзің оқыған өлеңдегі таудың тұнығындай. Әттең шіркін, ғарышпен жалғармедім, жетісуым, жеті қотырыс маған. Сылайда көтшімейдін, алайда аласапыран тіршіліктің алдыңда күрес болмай, тексілей. 19 миллионның жалғыз мұғалім осы Қазақстандағы. Сіздерден рахмет.